Норм или стрём? Ол баланың өзінен 10 жас үлкен қызбен жүруі. Ой, стрём. Стрём. Моды болғың кеп тұр ма? Стрём. Ақшасы болса енді. Үйленгеннен кейін ол баланың ата-анамен бірге тұруы. Норма, тұру керек. Басында да? Басында ма? Бір-екі күн болады. Бір-екі күн? 18 жаста үйлену. Маған норма болған, бұларға норма емес, понятиелері төмен. Жоқ, мысалы, Стрём. Ерте. стрём да нормда болады. Бір жағын шықса. Стрём. Ата-ананың баласының паролін білуі. Стрём? Не стрём. Не жасырасыңдар? Жоқ, енді бір тілі ғой, мысалы, телефонда өзің жекеге деп алып бересің да, мысалы. Ол, мысалы, екеумізге бір телефон алып беріңдер. Паролын бәрін білесің ішіне. Басқа ұлтқа үйлену. Ой, стрём. Басқа ұлтқа үйлену дегенде ойлауға да болмайды. Не? Айтал. Қазаққа үйлену керек, ол қалай ол? Метиска болса ше. Қарсым. Норм былай. Ұлттық құндылық, анау демография деген темалар қайда? Қандай? Жоқ па? Оның махаббатқа не қатысы бар? Қайдағы махаббат? Келіннің тамақ жасай алмауы. Стрём. Кім тиісімді? Өзім жасап тұрмын. Сіз басқа келінмен тұрасыз. Вот именно маған бәрі өзің ертең қиналасың. Несіне қиналам? Тамақ жамай айналасың да? Ойбай. Жоқ, маған стрём еді, саған нормально болса өзің білесің енді. Ешқандай еш жоқ. Бірақ мамамыз тамақ күшсіз дейді. Мақтаған. Sit down. Sit down.